Қазақстан табиғатында ораза ұстау дұрыс па? Ораза ұстау Қазақстан климатына сәйкес келмейді, тіпті қайшы. Арабтар ұстаса, олар тропикте өмір сүреді. Экваторлық белдеудің тұсында олардың күн тулігінің ұзақтығы жазда қысқа, ал бізде ұзақ. Түн мен күн уақытының ұзақтығы тропиктерде тең, және қысы жазы бірдей. Ал Қазақстанда керісінше, жазда күн ұзақта, түн қысқа. Себебі біз Еуразияның солтүстік қоңырсалқын климаттық белдеуінде өмір сүреміз, қыспен салқын түсетін. Оларда қыспен салқын атымен жоқ. Тропиктердің өзі екі түрлі болады, құрғақ және ылғалды. Мәселен, Амазонкадағы орманды Бразилия елі ылғалды тропикте жатса, ал Араб түбегіндегі елдердің бірі құрғақ тропикте өмір сүреді. Сондықтан оларды шөл басқан, ылғал жетіспегеннен, табиғатты рационалды игермегеннен, ол да бөлек алдын әңгіме. Ал ылғалға келсек, оны сондай-ақ мұхиттағы жылы ағыстар келеді. Мәселен, бір ғана Гольфстрим Еуропа елдері ауа райын жайлы қоңыр етіп тұрады. Күні бойы құрғақ ыстықта өмір сүргеннен кейін тропикте нағыз тіршілік күн батқанда түнде басталады. Күндізгі туліктің ұзақтығы оларда кешкі 18:00-ге дейін ғана. Және 18:00-де тропик пен экваторда бірден тас қараңғы түн орнайды, еш ымыртсыз. Оны да турист болып барғандар байқап жүр. Бірақ сыни ойлау соның өзінде жоқтың қасы. Құр таңғалу ғана, қорқынышты деп қызық көру. Бітті. Ал Қазақстанда жазда күн шамамен 21:30-да батады. Тіпті Атырау, Орал, Ақтөбе, Қостанай, Көкшетау, Ақмола, Семей, Өскемен, Қарағанды, Жезқазған, Балқашта 22:00-ге дейін күн жарық болып енді бата бастайды. Футболды ол жақтың балалары 23:00-ге дейін ойнай береді далада. Содан есептей беріңіз, Қазақстанда күн олардан да ерте шығып, және олардан да кеш батады, 21:30-ден 30 бен 23:00 аралығында. Сонда солтүстік елдерде 04:00-05:00-ден 22:00-23:00-ге дейін ашығып жүру организмге үлкен стресс. Жалпы бұл өзінің тұрып жатқан климатымен, яғни табиғатымен санаспау. Табиғат қайтсын, өз географиясын ескермей, оны сыйламай, санаспай рухани басқа әлемде жүретінді. Қоңыр салқын қазақ ландшафтысында ертеде тек сумен ашыққан, өзінің тұрып жатқан ауа райына сәйкес, оның өзінде керек жағдайда ғана. Жылқының етінде арабтар жемейтіні содан, ыстықта жеп қаны қызып өртеніп кетумен тең. Ал ызғарлы біздің қысында, арқаның саршұнақ аязында, сондай-ақ барлық Қазақстанда салқын түсі етті жемей гөр, иммунитет әлсірейді сорпа ішпесе. Сондай-ақ Қазақстанда өсетін алма жемісінің тропиктегі құрмадан еш кемшілігі жоқ, тіпті асып түспесе. Олардың табиғи климатында алма өспегендіктен, жергілікті халық құрманы діріптейді, түрлі аңыздармен сипаттап. Біз болсақ алманы діл солай құрметтей алмадық. Дүрмендері көп болса да. Қазақстанның оңтүстік шығысын бойлаған Тыңыртау тауларымыздың Алатау жоталары сол алманың лемдегі отаны болып тұрса да. Себебі табиғатымыздан теріс айналып, рухани өзге, тропик лемінде адасып жүрміз, мүңгіртке айналып. Құлдық сана. Елдік брендімізді дамытпай. Тіпті барлық кафе, ресторанда алмадан пирог, муз, балмұздақты да ұсынбайды. Алманың отанын осы жерде екенін білдіру үшін, ірі одан әрине пайда тауып нарықта бір кездері ілігі біреу, мектепте география пәнін алып тастау керек дегені осы шығар. Халықты сауатсыздандыру үшін. Алайда көбі ол пәнді мектепте өтсе де, одан түйгенімен тоқығаны жоққа ұқсайды. Не мұғалімдері жөнді болмады, не өзінің де критикалық сыни ойлауы жоқ. Жөнсіз еліктегіш, сыни ой мен білімнің жетіспеуінен, қазақтың мынау мұсылман салты деп жүргенінің бірі өзіміздің климат ландшафтқа сәйкес осы жерге негізделген тіңірлік дүниетанымынан қалған дәстүр мәдениеті. Мәселен, қазақта ерлі зайыптыны от ағасы және от анасы деп атаудады содан. Себебі қысы жазы ауыспалы климатта өмір сүргендіктен суық түскенде от пен отын керек. Бұл жерде табиғат қазақ тілінің сөз қоры қалыптасуына да сер етіп тұрғанын аңғаруға болады. Суық климатта өмір сүргендер үшін от ол жылуда, азықта, ошақта. Отпен күнге табынуымыз, ол осы табиғатынан оларға тәуелді болудан. Жаз түскенмен де қоңыр салқын климат белдеуіндегі қазақтың өмір тұрмысы қысқа дайындықпен өтеді. Жаз жайлауда мал жайса да, соғымға бидай мен жеміс жидек өсірсе де, суық мезгілге азық жинап. Бірі қыстың қамы үшін. Шелпек пен бауырсақтың, тандыр мен таба нанның дөңгелек пішінді болуының өзі күннен, яғни күнге табынудан, климаттан. Ал қысы жазы мінгі жазда өмір сүретіндер ыстықтан күнге олай табынбас.
Түн мен ай ол жердің символы. Түліктің салқыны түскенде, сондай-ақ тропиктегі елдердің қысы жазы құрғақ ыстық болғандықтан олардың дүниетанымында от тозаққа айналғандай. Олардың танымында от тозақпен теңелетіні де содан, ал жұмақ, салқын самал жел мен зым-зым суменен сипатталған. Себебі соңғы екеуі олардың табиғатында тапшы. Тек оазистерінде жерасты бұлақтар шығатын жерде құрма беретін пальма ағаштары өседі. Оны да басқа жеміс-жидектер тапшы болғандықтан сірә мифтендіріп жіберген. Жалпы кез келген жеміс пайдалы, егер тұтыну дебін білсең. Сондықтан адамзаттық құндылықтарды ғана жоққа шығармай, мейірімділік, адалдық, адамгершілік, ал қалған негізде ел өзінің өмір сүріп жатқан табиғи климатта пайда болған динетпен, салт-дәстүрмен өмір сүруі тиіс. Және оны одан ірі жасампаздықпен жақсартып, тұрған экожүйесін сақтап, келесі ұрпаққа жеткізіп. Қазір көбісі физикалық тұрғыда, яғни денесі Қазақстанда өмір сүріп, ал рухани санасында араб жерінде пайда болған өлшемдермен өмір сүріп жүр. Оған мән бермеуі де мүмкін, сыни ойлаудың жоқтығынан не білімсіздіктен. Бұл адам психикасына өзін-өзіне қарама-қайшы қарсы келумен тең, себебі өзінің тұрып жатқан табиғатына сәйкес емес, айдаладағы өзге климатта қалыптасқан елдердің салт санасымен жүру. Бұл өзін-өзін жоғалту, адасу, мүңгірттік. Егер сол тропик елдерде тұрып, солардың ассимиляциясына ұшыраса бір сірі. Алайда өз туған жерінде өмір сүріп, өз табиғатында қалыптасқан климатқа сәйкес салт сана, дәстүрмен жүрмей, айдаладағы елдердің дет-ғұрпын жасап табыну, бұл мүңгірттік емей не? Айтпақшы, қазақтың және түркі халықтарының жаңа түскен келінге отқа май құю дәстүрі де, осы біздің қоңыр салқын ауыспалы қысы жазы араласқан табиғатымыздан, от ана, май ана, май ана. Діл солай тұрып жатқан жер суымыздың, ландшафттың және қазба байлық ресурстарын өзіміздің жергілікті ауа райына сәйкес игеру нәтижесінде қалыптасқан адам мен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынастан туындаған өзіміздің өркениет. Жылқыны қолға үйреткендей. Алғашқы металлды игеріп балқытқандай, яғни осы өзімізге тың табиғи климаттық жағдайында қалыптасқан. Айдаладағы елдің емес, пікір иесі ғалым Шәкентегі.